Компрессорды майын тексеру үшін алдымен тепловоз сөндіреміз. Немесе АМК дейтін компрессордың автоматын сөндіреміз. Ол үшін мына кілтпен есікті ашамыз, сосын сөндіреміз. Сөндіргеннен кейін примерно 5 минутте күтіп, сосын барып компрессордың майын тексере береміз. Шөпін сүртіп аламыз. Сорғантып. Қатайтпай осылай кигізіп, қараған кезде надрезден асып бір. Майы жақсы, максимальный. Егер мына вообще шөпқа жетпей тұрса, значит минимальный деген сөз. Мына А секциясы, Б секциясын қараймыз. Б секциясы қатайтпаймыз. Не? Жетпей тұр шөп. Значит, май жоқ. Май минимальный, май қою керек.